Саламатсыздарбы балалар, бірде 153 есебімізді шығарайық. Бұл жерде бізде абсолюттік және салыстырмалы қателікті табыңдар деген. Абсолютті қателікті табу үшін білесіздер, дәл мәннен жоқ мәнді азайтқанға тең болады. Біреуінің формуласы. Енді екіншісі бізде салыстырмалы қателік. Салыстырмалы қателігіміз азайтамыз дәл мәннен жоқ мәнді және бөлеміз қайтадан жоқ мәнге. Енді осы формулаға салып шығаратын болсақ, бірінші есебімізде 5,4. 5,4 жоқ мән 5 болады. Енді бірінші абсолютті қателік табатын болсақ, 5,4-тен азайтамыз 5-ті тең болады. 5-ті азайтатын болсақ 0,4. 0,4. Енді абсолютті қателікті таптық. Абсолютті қателік деп қойын. Келесі салыстырмалы қателікті табатын болсақ, 5,4 азайтамыз 5 бөлінген 5 болады. Тең. Яғни мұнда үстіде бізде 0,4 шығады, оны білесіздер. Бөлеміз 5-ке. Сонда 0,8 болады. 0,8. Бұл салыстырмалы қателік. Бірінші есебіміз шығардық. Енді екінші есебіміз шығарайық. 7,9. 7,9-ымыз бізде 8-ге тең болады. Жоқ мән. Енді 7,9-дан азайтамыз 8-ді тең. Минус 0,1 болады. Тең 0,1. Модульден шыққанда минус таңба, плюс таңба болады, білесіздер оны. Енді салыстырмалы қателігін табатын болсақ, осыны бөле салайық. Яғни 8-ге. 0,025. Яғни 0,0125. Бұл бізде салыстырмалы қателік, абсолюттік қателік. Бірінші, екінші есебіміз шығардық. Енді үшінші есебіміз шығарайық. Бір бүтін 189-ды 2 деп алайық. 2 деп алатын болсақ, 1,189-дан азайтамыз 2-ні. Минус 0,111 болады. Ол дегеніміз 0,111. Бұл бізде абсолютті қателік. Келесі. Осыны енді бөлеміз 2-ге. Минус 0,055 мыңнан тең болады. 0,055. Бұл бізде үшінші есебіміз. Енді төртінші есебіміз шығарсақ, 8,5. Жоқ мәні, яғни 9 болады. 8,5 азайтамыз 9. Минус 0,5 болады. 0,5. Абсолютті қателік. Енді салыстырмалы қателігінде минус 0,5. Мұнда 5 өте көп 5 бар, сондықтан 0,55 деп
2 соңғы 2 санын алсақ жетеді, алдыңғы 2 санын. Тең 0,55. Салыстырмалы қателік. 5-ші есебімізде 3,171 жоқ мән 4 болады. 3,171-ден азайтамыз 4-ті. Тең минус 0,129 болады. 0,29. Абсолютті қателік. Келесі минус 0,725. 0,725. Бұл бізде 5-ші есебіміз. Енді соңғы есеп. 6-ші есебімізде 11,127 дейді. Жоқ мән 11 болады. Себебі 2 5-тен төмен сан болған үшін 11-ді аламыз жоқ мәнге. 11,127 азайтамыз 11 тең 0,127 болады. Тең 0,127. Абсолютті қателік. Балалар, осымен есебіміз аяқталды. Яғни түсінбесеңіздер қайта бір қарап шықсаңыздар болады.